Камерунский флаг. Көшелер әдемі деп, жолдар түзу деп айтып отыр. Жолдар түзу жолдарды ғана түсіреміз ғой, потому что деп қойын. Осындай жолдар. Мына совет үкіметінің кезіндегі үйлерге ұқсайды. Тура мына этаждалар. Бұларда мемлекеттік қызметкерлер өмір сүреді. Барлығына бірдей үйлер салып берген. Мешіт бар. Негізі камерундықтардың 30%, 35%-ін мұсылмандар құрайды. Өткенде діндері қандай деп сұрап жатқандарға. Және қалғандары католиктер көбіне. Мынау үлкен центральный мешіт. 1952 жылы құралған мешіт салынған. Осындай центральный орталық мешіт. Жұма күндері адамдар көп келеді. Салам алейкум. Міне осындай таза. Жалпы бүкіл дін өкілдерінде мектептер болады. Христиандардың да, католиктердің де. Мынау медресе мектептері. Обычный мектеп. Обычный мектеп екен. Медресе емес. Ислам жөнінде оқытпайды ғой, да? Мұсылманский мектеп. Жайда мектеп бола береді екен. Ішіне кіріп көрсек болады қазір. Оқушылардың дауысы шығып жатыр ғой. Міне мынау мектептің терезесі. Ішінде. Бұл жақта свет болмайды. Адамдар күндіз оқығандықтан осындай күннің жарығына оқи береді. Өте обычный бір мектеп. Видеода жақындап түсіргендіктен жарық сияқты көрініп тұр, бірақ өте қараңғы. Парталар. Міне, осылай қараңғылау көрінеді. Бонжур! Міне, местный балалар Құран оқуға келіпті. Мынау да мектептері аяқ киімдерін шешіп кіреді екен. Даниэлді балалар алып кетті жатыр. Ол барғысы келмей тұр ғой. Бұл жерде мынау. Тамам. Түркше біледі екен апай. Сосын түркше сөйледі біраз бізге. Таңғалдым. Себебі 2 жыл Түркияда оқыған екен. Басында французша сөйлеп тұрған екен, бірақта турецкий сөйлеп бастады ғой ше. Мынау баламды ұрлап алып, бұрышқа тығып отыр десең. 120 бала оқиды екен. Мына жердің барлығы мектептер. Қазір Құран үйренуге келген екен балалар. Мына жер именно Құранға үйрететін медресе екен. А мына жақтар орталық мектеп. Кәдімгі мемлекеттік мектеп екен. Мен білмеген екен, бірақ бұл жерде түріктер ашқан екен. Азиз Махмуд Худуя Вакфы дейді. 2013-те ашқан екен. Бейза деген су құйысы. Дәрет алатын жер. Мына жерде дәрет алатын жер. Тап-таза әбәдеме. Мынау кешегі маньок деген видео салдым ғой, сол маньокты бірінші бастапқы түрі осындай болады, сосын оны адамдар жасайды. Кешірім сұрайын, бұл маньок емес екен. Маньоктың түрі тура осындай болады ғой. Иньям екен аты. Иньям ба? Иньям екен. Тура ағашқа ұқсайды ғой. Бұны суға қайнатып, кәдімгі пюре жасайды екен. Тура картошка сияқты, осылай пюре жасап жейді екен. Обычный район. Районда біраз жаяу жүріп, видеоға түсірейік деп шештік. Осылай
Бүгін рабочий күн емес қой, воскресенье болғандықтан тыныш біраз. Негізі мына жақтың бәрі адам тола болады. Мотор тола болады. Такси көп болады. Енді сұмдық енді айта алмаймын. Канализация салмаған ғой, канализация болмағандықтан осындай жанынан бүйтіп әйтеуір су аға береді әйтеуір. Осындай. Канализация жоқтықтың бір көрінісі. Канализация болмаса, арық болмаса осындай ғой енді. Адамдар қалай болса солай жасап қойған ғой. Мынау районның іші. Ақылап сөйлейсің. Бұл мұсылмандардың районы ғой, сондықтан сәл-сәл тазалық бар. Мұсылмандардың районы болғандықтан. Бұл жақта мұсылмандар, христиандар бөлек-бөлек өмір сүреді. Осы жақта тек қана мұсылмандар өмір сүреді. Қазір біз районның ішіндеміз. Даусым жақсы естілмеген. Осы жерде. Енді біраз осылай түсірем енді. Қатты бұлар түсірген ұнатпайтын халық қой өздері. Маған түсіруге рұқсат берді. Қазір рұқсат сұрап едім. Мына жерде ет дайындап жатыр. Шашлик. Соны шашликті ана жерде пісіреді. Мына жерлерде. Мына жерде етін кесіп дайындайды екен. Бәрі отыр, дайындап отыр. Мынау ішмай. Істеп мынандай бамбукқа салып пісіреді ғой. Ошым. Pada buba Nan сақтайды екен жан. Қанша күнге? Холодильникке сақтап қояды. Мен бір күнде жеп қояма. Боку. Жаңағы дайын еттерді осы жерде уже пісіреді екен. Міне. Мына жақта плантендер пісіріп жатыр. Овощи, гарнир сияқты. Мынау еттер. Мына еттердің біз сен конценға дейміз. Елусифа деген. Елусифаға сатады. Бір штукты. Негізі аты қандай? Мынау аспаз. Осылай осындай ошақта дайындайды. Дәмді негізі мен жеп көргім. Бауыр, бүйректері. Мыналарда жүрегі ма бірдеңе ме? Еттер. Осылай. Бұл жер негізі осы мұсылмандар районы. Основном осында еттен айналысады. Тігін тігумен айналысады. Көбінесе етпен айналысады. Адамдар ана жерге келіп, свиданияға келеді. Ана жер адамдар тұрған жерлерде ет жеуге келеді осылай. Мынау плантейн. Банан емес, плантейн деген овощ. Бананға ұқсайды түрі. Соны пісіреді. Мынау қосатын специй пісіріп жатыр. Кәдімгі шашликті ұқсайды, бірақ дәмдірек. Мынау да сататын заттары түсінбедім не екен. Тамаққа қосатын специялар, кажется. C'est quoi? Не дейді? Районның өмірі осындай әртүрлі сауда-саттықпен айналысады. Мынау асқабақтың сырты ғой. Тап-таза қылып осыған ыдыс-істеп қойған. Аяқ езетін бар. Аяқтың табан езетін же? Мынау табан езетін тас екен. Басқалары не сонда? Специй. Мыналардың бәрін қоспа жасап, мына жерге салып, мына назатпен езет жетеді, дәрі жасайды екен. Қоспа, шай, сондай дәрі шайлер ғой. Осылай. Мұсылмандар районы болғандықтан барлық жерде мешіт бар. Мынау да мешіт. Бұл да ескі салынған мешіт. 1950 жылдары сондай. Бір жұмыстарының бірі сауда-саттықпен айналысу. Барлық жерде әйтеуір бірдеңелер сатып жатыр ғой адамдар. Жүріп те сатады, отырып та сатады. Бутиктер де көп. Дәл солай. Осы районның аты Чинга. Осы Чинга районының ең танымал нәрсесі ол лук. Пиязды көп сатады адамдар. Мына жақта да уже районның іші. Біз жаяу көп жүрдік, күн ыстық. Енді біраз күйіп кетсем таңғалмайым деп қояншы.
Әлі шықпадық районнан. Жүріп келе жатырмыз әлі. Бүгін не күні болғандықтан, демалыс күні болғандықтан көп бутиктер жабық тұр. Қараңыздар. Maison de café. Ана үйі және кафесі екен. Жазып қойған солай. Районның іші болғандықтан мотоциклдер көп. Мото айдайды адамдар. Жолдар кішкентай ғой, сондықтан мотомен жүріп тұру машинамен қарағанда оңай болады. Мотомен любой нәрсені тасиды ғой. Қараңдар. Мына жерде осындай жолдар болады. Кішкентай сол жерге үйлеріне кетеді. Негізі мына сыртта тұрғандардың бәрі бутиктер. Адамдар өмір сүру үшін. Соның ішіне қарай кіріп кетеді. Үйлері бар сол жақта. Тағы бір районға кіріп кететін жол. Сәлем деп отыр бізге. Сол жерге үйлеріне қарай кіріп кетеді осылай. Кішкентай жолмен. Анау киноларда болады ғой, тупиктерге кіріп адамдар атысып төбелесіп жүретін. Тура сондай жолдар өмірден алынған. Олар әлі күнге дейін бар. Әлі күнге дейін сондай жерлерде өмір сүреді адамдар. Сондықтан кинодағылар да шын. Міне жолға үлкен тас қойып қойған ғой. Адамдар айналып өтсін деп, тура кесіп өтпесін деп. Мынау тас сол үшін. Бір айналып келдік машинаға қарай. Мына жер жаңағы мешіт. Міне қазір мынау біздің машина келдік қой. Күн ыстық. Міне тағы бір районға кіретін жол. Bonjour, comment ça va? Ça va? Ça va.